Мен Қалдиева Назерке Ордашқызы, Семей қаласындағы нөмір 16 Төлеубай Аманов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің мектеп алды даярлық сыныбының тәрбиешісімін. Еңбек өтілім 17 жыл, санатым педагог модератор. Назарларыңызға мектеп алды 0 Б даярлық сыныбының бір күндік тыныс тіршілігін ұсынамын. Ең алдымен жалпы мектебіміз бен сыныбымыздың көрінісіне назар аударсақ. Біздің мектеп білім мен тәрбиенің ордасы. Ал сыныбымыз үшін қауіпсіз, жайлы, заманауи талапқа сай жабдықталған, жылы атмосферасы бар орта. Осындай аурасы тамаша ортада әр бала өзін еркін сезінеді. Біздің басты қағидамыз балаларды әр таң сайын күлімдеп қарсы алу, сәлемдесу кезінде әр баламен қол алысып амандасу, жылы сөз айту менің бұлжымас қағидама айналған. Бұл әр балаға сенімділік пен көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Күн тәртібімізде жаттығумен басталады. Спорт залында немесе сынып ішінде қимыл қозғалыс ойындарын ұйымдастырамыз. Себебі дені сау бала, білімді бала. Қимыл арқылы балалар шапшаңдыққа, ұйымшылдыққа үйренеді. Ойын мектеп алды даярлықтың негізгі әдісі. Дамытушы, логикалық, танымдық, рөлдік ойындар арқылы балалардың ойлау қабілетін, тіл байлығын, шығармашылығын дамытамыз. Ойын барысында балалар бір-бірімен қарым-қатынас жасап, достыққа үйренеді. Күнделікті ұйымдастырылған іс-әрекетінде балалар әріптермен танысып, санап үйренеді. Өздерін қоршаған ортамен танысып, шығармашылыққа төселеді. Бұлардың әр қайсысы қызықты, көрнекілікке бай, заманауи әдіс-тәсілдермен өткізіледі. Әр баланың жеке ерекшелігі ескеріліп, қолдау көрсетіледі. Шығармашылық жұмыс біздің сыныбымыздың ерекше бағыты. Балалар мүсіндеп, сурет салып, жапсыру орындайды. Бұл олардың қиялын дамытып, ұсақ моторикасын жетілдіреді. Түскі ас уақытында балалар дұрыс тамақтану мәдениетін үйренеді. Асханада тәртіп сақтап, бір-біріне көмектесуге қалыптасады. Тәрбие сағаттарында эстетикалық, ұлттық, рухани құндылықтарға ерекше мән береміз. Мысалы, Жамақаев ескерткіші туралы әңгімелеп, әндерін жаттап, патриоттық сезім қалыптастырамыз. Сонымен қатар мектептің өлкетану музейіне, Төлеубай Амановтың ескерткішіне, кітапханаға саяхат жасаймыз. Кітапхана балалар үшін кітаптар әлемі. Онда олар кітапқа деген сүйіспеншілікті үйренеді. Ата-аналар жиналысымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі жиналысымызға қатысқандарыңызға Ата-аналар жиналысы уақытында өткізіліп, оқу-тәрбие жұмысы бойынша кеңес беріліп отырады. Даналық клубы аясында аталар мен әжелер мектебімен тығыз байланыс орнатамыз. Күн соңында балаларды ата-аналарына шығарып салу сәті де ерекше. Әр балаға жылы сөз айтып, жетістігін атап өтеміз. Біздің мақсатымыз мектеп табалдырығын сенімді аттайтын, тәрбиелі, білімге құштар, жан-жақты дамыған тұлға қалыптастыру. Назарларыңызға рахмет.